Қабақ каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 5 сынып биология пәнінің тірі ағзаларды жүйелеу атты бөлім бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмаларын талдаймыз. Алғашқы тапсырмамыз тірі ағзаларды жүйелеудің дұрыс ретін анықтаңыз. Суретті көріп отқандарыңыздай, әрбір жүйелеу бізде түрден басталады. Түр, туыс, тұқымдас, отряд, класс, тип тармағы, тип, патшалық. Бұл бізде В варианты. Келесі тапсырмамыз ағзаларды жүйелеудің маңызын түсіндіріңіз. Ағзаларды жүйелеудің маңызы тірі ағзаларды белгілі бір тәртіппен орналастыра отырып, ағзалардың туыстығын дәлелдеу және ағзалық белгілерін ажырата алу үшін қолданамыз. Екінші тапсырмамыз суретті қарастырыңыз. А деңгейі. Осы екі ағзаның ерекше белгілерін көрсетіңіз. А суретте бізде кірпікшелі кебіше, бір жасушалы эукариотты ағза, яғни ядросы бар. Денесіндегі барлық организмдер көрінеді және сыртын кірпікшелер қаптайды. Б. Суық торғай. Бұл жылықанды жануар, ұшатын құс. Дене тұрқы 16 см, салмағы 32-34 грамм. Б деңгейі. B әрпімен белгіленген жануардың екі артықшылығын жазыңыз. Бірінші артықшылығы суық торғай, бозшымшық, батыс Алтайдың қылқан жапырақты ормандарында тіршілік етеді. Екінші артықшылық қанаттары тұқымдасына жататын үні әуезді құс. Үшінші тапсырма патшалықтардың атауын жазыңыз. Жалпы бізде 5 патшалық бар: вирус және фактор, бактериялар, саңырауқұлақтар, өсімдіктер, жануарлар. Патшалықтардың айырмашылықтарын сипаттаңыз. Вирустар, паразиттер тек жасуша ішінде тіршілік етіп көбейе алады. Бактериялар ядросы жерде ең ерте қоныстанған прокариотты ағзалар. Саңырауқұлақтар бір жасушалы және көп жасушалы эукариоттар. Өсімдіктер фотосинтез процесінің арқасында оттек бөлетін ағзалар. Жануарлар 2 миллионға жуық түрі бар, дене пішіні мен мөлшері бойынша әртүрлі ағзалар. Назарларыңызға рахмет. Видеома лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліңіздер. Бұл менің жұмысыма өте көп көмектеседі. Рахмет.